Баршаңызға сәлем. Бүгінгі пайдалы ақпаратымызды тоңазытқышта сақтауға болмайтын азық-түлік түрлеріне арнаймыз. Төмен температурада бұзылып қана қоймай, пайдалы қасиеттерін жоғалтып, түрі мен дәмі өзгеретін өнімдер бар. Бұл орайда тоңазытқышта сақтауға болмайтын азық-түлік тізімін ұсынамыз. Авокадо. Егер толық піспеген авокадоны тоңазытқышта сақтасаңыз, жеміс жұмсара түскенімен қабығы арқылы ылғал сіңіреді. Осы себепті оны тоңазытқышта сақтамағаныңыз жөн. Картоп. Картоп та суық сүймейтін көкөністер қатарынан. 7 градустан төмен температурада тәтті дәмге ие болады. Ал мұндай картопты пісірген кезде құрамындағы канцерогенді акриламид мөлшері артады. Аталған көкөністі сақтаудың тиімді әдісі қағаз пакетке салып, салқын жерге қою. Шоколад. Төмен температурада сақталған шоколад бетінде ақ түсті қабыршақ пайда болады. Себебі суық салдарынан сахароза кристалдар шоколад бетіне шыға бастайды. Нәтижесінде тәттінің бұл түрі дәмін жоғалтып, түрі өзгереді. Тропикалық жемістер. Тропикалық жемістер төмен температурада сақталғанда шіри бастап, зиянды заттар бөледі. Дұрысы оларды қағазға орап, бөлме температурасындағы құрғақ жерде сақтау керек. Үрме бұршақ. Суықтың әсерінен үрме бұршақтың түрі ғана емес, пайдалы қасиеттері де бұзылады. Сондықтан дұрыс сақтау үшін мұздатып қойған жөн. Пияз. Тоңазытқыштағы ылғал салдарынан пияз балғындығын жоғалтып, жұмсарып, тез бұзылады. Оған қоса шамадан тыс ылғал, зиянды бактериялар пайда болып, көкөністің көгеруіне себеп болады. Кофе. Егер кофе тағамдар иісін сіңіріп алғанын қаламасаңыз, оны тоңазытқышта қоймаңыз. Ол суық пен ылғал себепті хош иісін жоғалтады. Дұрысы кофені қараңғы, құрғақ әрі салқын жерде сақтаңыз. Ал ұзақ уақыт сақтағыңыз келсе, мұздатқышқа салып қойыңыз. Зәйтүн майы. Зәйтүн майын плюс 12 және 16 градус температура аралығында сақтау керек. Ал тоңазытқышта қаптарланып, тұнба түзілуі мүмкін. Сонымен қатар майдың сұйықтан қою күйге өзгеруі ықтимал. Тоңазытқышта сақтауға болмайтын келесі өнім бізде бал. Тоңазытқыштағы суық пен ылғал кристалдануына ықпал етіп, бал өзіндік құрылымын, дәмін және пайдалы қасиеттерін әдеттегіден жылдам жоғалтады. Дұрыс сақталған балдың жарамдылық мерзімінде шектеу жоқ. Ол үшін құтыға салып, қақпағын жауып, бөлме температурасында қараңғы жерде сақтаңыз. Қызанақ. Қызанақтар тоңазытқышта дәмдік сапасын жоғалтады. Себебі суық ауа көкөністің пісу процесін тежейді. Мұнымен қоса, суық әрі ылғал ауа қызанақ мәйегінің құрылымына да әсер етеді. Нан. Кейбір адамдар нанды тоңазытқышта сақтайды. Алайда, мұның салдарынан нан жылдам қатып қалады. Сондықтан артық қалған нанды кептіріп, қытырлақ нан жасағаныңыз абзал. Баялды. Қызанақпен туыстас баялды да төмен температурада жағымсыз әсерге ие болады. Тоңазытқышта сақтағанда дәмін жоғалтып, жылдам солады, әрі дақтар пайда болады. Сондықтан бұл көкөністі бөлме температурасында сақтағаныңыз дұрыс. Банан. Тоңазытқышта сақталған банан жылдам қараяды. Егер дүкеннің жеміс сатылатын бөлімінен қарайған банан көрсеңіз, ол жемістің піскендігінің белгісі емес. Демек, жеміс тасымалдаған кезде дұрыс сақталмаған. Мінекей, тоңазытқышта сақтауға болмайтын азық-түлік өнімдерінің тізімі осындай. Ал сіз бұл өнімдерді дұрыс сақтап жүрсіз бе? Бүгінгі пайдалы ақпаратымыз ұнаса, каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.